Сұлтан Қалиұлы, Жамбыл баба. Сүйім байдай атасының құдіреті болар бәлкім. Қасиетті батасының құдіреті болар бәлкім. Шындықты айтып жастайынан патшадан да тайсалмаған. Сөзі қара тастайырған Жамбыл бабам, қайсар бабам. Жұртты қысып түнергенді байлықпенен күшпен өктем, асып-тасып шіренгенді жүрмен түйреп бүкшендеткен. Қандай ғана жан шыдасын, екпініне жыр саулаған, айтысқанда қарсыласын құрыш жүрмен құрсаулаған. Қан ішуге құмар болған фашистермен шайқасқанда, Жамбыл аты ұран болған қырандарға айқасқанда, Жамбыл ата жырларының қуатымен алғатылған, саны артып құрбанның жау айрылған қайратынан. Сен шайқастың бастан бәрін өткізбеген жай баласын, ал оқысаң дастандарын қас батырға айналасын. Оқи берсең зеңгір көктен түгел көрер айналасын, қасиетін елжір еткен қыран құсқа айналасын. Жұрттың сөзін қош көрмейтін, ұнатпайтын жан баласын, қас көйге де дес бермейтін қас шешенге айналасын. Айтқаннан түк қалдырма, түгел оқып шыққаныңда, бәрі-бәрін ұққаныңда, үлгі өнеге тұтқаныңда, ел тарихы білгіріне сұңқарына айналасын. Тұтқа бұлар бірлігіне, ұрпағына айналасын. Еліміздің аспанындай нұрын шашып шығар күні, даналықтың бастауындай Жамбыл ата жыр алыбы. Көп сырлассаң алыппенен, алға жайып арманыңды, аңғармайсың халықпенен бір тұтас болып қалғаныңды. Жамбыл, Жамбыл жаятым деп, халық менің шынатым деп, айтса тәлім алатын тек, үлгі емес пе ұғатын көп. Халық ұлы, халық қуат, мұнан асқан қуат бар ма? Халық болу алып мұрат, мұнан асқан мұрат бар ма?